Сабақтың мақсаты оқушыларға бекеттегі сақшының міндеттері мен әрекеттерін ұғындыру. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінде қызмет етуге баулу. Оқушылар нені білуге тиіс? Сақшы дегеніміз кім? Бекет дегеніміз не? Бекеттегі сақшының міндеттерін, бекеттегі сақшының іс-әрекеттерін. Сақшы дегеніміз тапсырылған бекетті күзету мен қорғау жөніндегі жауынгерлік міндетті орындайтын қаруланған әскери қарауылшы. Сақшы қол соғылмайтын адам болып табылады. Бекет дегеніміз сақшыға күзету мен қорғау үшін тапсырылған барлық нысандар, сондай-ақ ол өз міндетін орындайтын немесе жергілікті жер төлімі. Бекеттегі сақшының міндеттері: өз бекетін қырағы күзетуге және табанды қорғауға, қызметін сергек, еш нәрсеге алаңдамай атқаруға, қаруын қолынан шығармауға және оны ешкімге бермеуге, тіпті өз өміріне қауіп төнсе де сақшы ауыстырылғанша не алынғанша посты тастамауға міндетті. Бекеттегі көрсетілген және тыйым салынған жерге жақын қашықтықта қарауыл бастығы, қарауыл бастығының көмекшісі, өзінің жұмысқа таратушысынан басқа ешкімді жібермеуге, қарауылдың көлік құралдарын, бағдары мен графигін, олардың тану белгілері мен сигналдарын білуге, посттағы өрт сөндіру құралдарын қолдана білуге, өзіне немесе өзі күзететін объектіге анық шабуыл жасалған жағдайда қаруды ешқандай ескертусіз қолдануға міндетті. Бекеттегі сақшының әрекеттері. Бекетте өрт пайда болған кезде сақшы бұл туралы қарауыл үй-жайына дереу хабарлайды және күзететін объектісін назарға ала отырып өрт сөндіру шараларын қолданады. Немесе тыйым салынған шекараға қарауыл бастығынан, көмекшісінен, өз таратушысынан басқа барлық жақын келген тұлғаларға сақшы тоқта, атамын деп дауыстап ескертеді және дереу қарауыл бастығын шақырады. Егер осы талаптарды орындамаса, сақшы патронды оқтыққа жібереді. Ескерту ретінде жоғары қарай оқ атады. Тәртіп бұзушы бұл талаптарды орындамаса, сақшы оған қарсы